Қайырлы кеш достар, эфирде Ревенюс. Сіздермен мен Анара Батырхан, өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Алматы қаласының туған күні қалай өтті? Алып шаһар әртістерге қаншалықты мейірімді? Вокзалда ұйықтаған кезіміз болды. Қазақстандық дизайнер London Fashion Week'те өз коллекциясын таныстырды. Топтамаға сәнқойлар қандай баға берді? Мадина Оспанова түсірілім жұмыстарынан босамай, баласына көңіл бөле алмай жүр ме? Мен одан да ерте тұрып балама міндетті түрде өзім тамақ жасап кетем. Экрандағы рөлдері үшін актрисаны жұбайының қызғанатыны рас па? Алматы өнер ордасы. Арман қуып атақты болғысы келетіндердің бәрі осы шаһарға жол тартады. Солардың бірі Ая Фанк. Аян қазір үлкен концерттерде, фестивальдерде жүгінмен кезінде көше жағалап, қонар жер таппағанын жасырмайды. Ал ол күні кеше қаламызды туған күнімен құттықтап сахнада ән салды. Сымбат Сағындық айтып береді. Бірде теуіп, бірде тартар өзіне, бұл қаладан кет алмайсың безіне, күлдіріп ап, жас толтырар көзіңе құбылмалы Алматы. Бүгін қатыгездеу, тәкаппарлау, әрі тым мейірбан Алматының туған күні. Ескі алаңға қызыл кілем жайылып, әртіс біткен жиналды. Алматының құрметіне ауқымды концерт қойылды. Көрермен қарасы сәт санап көбейді. Осы сәтті пайдаланып біз Алматыға әншілердің қалай келгендерін, қалай қарсы алғандарын сұрадық. Алматы мықтылардың қаласы. Бұл алып шаһарға арман қуып келген әр адамның айтатыны. Жұрт арасында Ая Фанк тфәй-тфәй, таралам тректермен танылған еді. Әншінің қаладағы тіршілігі оңай басталмапты. Алматы жайлы қызық естеліктермен бөліссеңдер. Вокзалда ұйықтаған кезіміз болды. Ең бірінші келген кезде. Ең бірінші келгенде мен мында. Ол қай жылы? 2018-де. Ешкімді танымадым. Қалаға түстім. Қайда барарын білмеймін. Бірақ бір өнер қуып келдім. Сөйтіп вокзалда 1,5 күндей жаттым. Серік Ибрагимовты Алматы алақандай алаған әнші. Осы шаһарда алғаш үлкен сахнаға шықтым, танылдым, үйлендім, баспаналы болып, балаларым өмірге келді дейді. Алматы суығы мен жылуы араласып, әркімге керемет естеліктер сыйлайтын қала ғой. Алматы біреулерге жалғыз болса, біреулерге өте жағымды, мейірімді қала. 2008 жылы келдім, содан бері Алматы қаласына тұрғылықты тұрғын айналдым. Черный двор веб-сериалы бағын жаққан Ақжол Пірімбетті Алматы алғашқы кезде құшақ жая қарсы алмаған. Актер Түлкібастың тумасы екен, қазіргі таңда оңтүстік Астана тұрғынымын дейді өзі. Алматыда ең қиын кезең болғаны, сол бәріміз президентский паркта ұйықтадық, охранниктерден бейді. Олар шығарады ғой түнгі 11-де, біз қалып, түнгі 12-де тығылып ұйықтап қалған кездері болды. Ол қай жылдары? Ол колледж бітіргеннен кейін 2020-21. Ал қазір қайда тұрып жатсың? Жағдайың қалай? Қазір жағдай Аллаға шүкір өте жақсы. Қазір квартирада 4-5 бала болып тұрып жатыр. Кең үйде Аллаға шүкір бәрі жақсы. Қанша төлейсіңдер айына? Так, біз кстати, бүгін біз төлеп жатыр квартираның ақшасын. Қанша төлеп жатсыңдар? Бүгін біз 450 мың төледік. Ал жігіттер квартетінің әншісі Бағлан Әбдірайым Алматы жайлы тек жылы оқиғаларымен бөлісті. Менің бағымда ашқан, жұртқа танытқан қаламен тәтті естеліктер көп дейді. Алматы біздің Қазақстанымыздың мәдениет ошағы ғой. Біз осы Алматыға бала кезімізде біз Алматыға арман қуып келдік. Осындай үлкен сахнаға шығуымызды армандап келдік. Осындай үлкен концерттерге шығуды армандап келдік. Сондықтан біздің арманымызды орындаған ару Алматы ғой бұл.
Алматы құшағына талайларды сыйдырған алып мегаполис бүгін сүйікті қаламыздың құрметіне қойылған 4 сағатқа созылған Open Air'де өз мәресіне жетті. Алматылық 21 жастағы сәнгер Лаль Афганбаева London Fashion Week'те ұлттық ою өрнектерімен әсемделген коллекциясын таныстырды. Айта кетейік, Silk Road Fashion сән әлеміндегі ең үздік апталықтарының бірі болып саналады. Сәнқойлар Афганбаеваға қандай баға берді? Never know how much I love you. Never know how much I care. Сәнқойлар Лальдың ұлттық нақыш пен Fashion Street'тен үйлесімді тандем құрғанына тәнті болды. Лондонда өткен сән көрсетілімі бұл ғана емес. Ирина Шейк, Kanye West, Bianca Censori'дің қатысуымен Moa Lola Fashion апталығы да сәнқойлар назарына жол тартты. Шейктің образы көптің қызу талқысына түсті, себебі сылқым алаңға көзі көгерген күйі шыққан. Әлеуметтік желіде Иринаның бұл бейнесін зорлық-зомбылық фетишизациясы деп сынға алып жатқандар жетерлік. Сән апталықтың кезекті хедлайнерлері Kanye West пен оның жұбайы Bianca Censori болды. Жұптың образы көпшілікті бей-жай қалдырмады, себебі рэпер бет жүзін қара матамен тұмшалап алған. Ал Biancaның таңдауы толықтай ақ түске тоқтаған. Ол дефиледен боди мен парик киіп өтті. Маған назар аудар фильмнен кейін экраннан көрінбей кеткен Мадина Оспан жаңа картинадағы түсірілімін бастап кетті. Актрисаның айтуынша, ол қазір назарын мансабына емес, отбасына аударғысы келеді. Балам үшін кейбір түсірілімнен бас тартамын дейді. Өнер иесі ұлының көңілін қалдырмас үшін тағы қандай амалдарға барып жүр? Толығырақ әріптесім Айдана Шалқар айтып берсін. Қазақ еліне плюс бір комедия. Біз бүгін қашан үйленесің картинасының түсірілім алаңына келдік. Махаббат машақатынан басы қатқан кейіпкер әскерден жалтарып қашып кетеді. Сүйіктісіне жете ала ма? Дәл қазір анықтайтын боламыз. Оқиға желісі Ерлан атты бас кейіпкердің Баян есімді аруға ессіз ғашық болуынан басталады. Бірақ оған дәл сол сәтте әскерден шақырту келеді. Сүйгенінен айырылып қалудан қорыққан Ерлан түрлі қулыққа басады. Соңында менің балаларым бар деп өтірік айтады. Ерланның жалған сөзі оны әбден тығырыққа тірейді. Ақкөңіл жігіт, мейірімді жан, ешқандай арам ой жоқ. Өзінің ұнатқан қызына сәлем деп те айта алмайтын адамдардың бірі. Біздің басты кейіпкерге үнемі қашан үйленесің деген сұрақ қойылады. Ол осы тығылып бір қызды жақсы көріп жүреді. Ол қыз мен, Баян, бірақ мен ол баланы байқамай жүремін. Қашан үйленесің картинасында Мадина Оспанова да төбе көрсетеді. Бұл жақта менің вообще ешқашан көрмеген персонаж деп айта алмаймын. Как обычно мен әйелі болып ойнаймын. Балалары бар, семья. Біз соңғы уақытта сізді үлкен экрандардан жиі көрмей кеттік. Отбасымен карьераны алып жүру, қатар алып жүру қиын болып жатыр ма? Енді көп көрінбей кеттіңіз дегенде, енді көп әр жерге жылтындап көріне бергім келмейді, бара бергім келмейді. Актрисаның бұл фильмдегі партнері Данияр Бекжанов, екеуі ерлі зайыптылардың рөлінде. Осы кинода да сіз ерлі зайыптылардың рөлінде ойнайсыздар. Сол кезде сіздің жұбайыңыз қызғанып қалмай ма? Қызғанатын ешқандай повод жоқ. Бұл жақта енді бізде бәрі қалай айтсам болады, біздің идеологиямызға, біздің кішкене менталитетімізге сай қылып жазады ғой. Күйеуі мен әйелі болса да біз чисто за одним столом, за одним диваном ғой. Еске сала кетсек, бүгінде Мадина Табрисхан есімді ұлдың анасы. Оның айтуынша баласына уақыт бөлу үшін кейбір ұсыныстардан бас тартады екен. В любом случае, даже ертемен мені съемкаға алып кететін болса, мен одан да ерте тұрып балама міндетті түрде өзім тамақ жасап кетем. Болмаса түнде барып жасап қоямын обязательно. Мынау негізі айтып кетейін, менің алғашқы кино дебютым, яғни Мадина оқыған актриса ғой. Мен енді жалпы оқыған жоқпын, мойындау керек. Кейбір жерлерді үйреніп, кейбір жерлерде лучше былай емес, былай ойнады деп бір-бірімізден жалпы тәжірибе алмасудамыз. Ал осы фильмдегі сіздің гонорарыңыз қанша, егер құпия болмаса? Миллион деп. Түсірілім алаңынан Елеман Есентаевты да кездестірдік. Соңғы уақытта фильмге түсіп те жүрген актерға полиция қызметкерінің рөлі бұйырған. Учаскелік полиция қызметкері ақкөңіл, сондай кішкене жұмысын дұрыс істемейтін, өзінің жұмыстарын бітіріп жүретін персонаж. Осы фильмдегі гонорар қалай болып жатыр? Гонорар өте көп. Бір Камри көлігі болатын еді деп қойын. Фильм түсірілімі 15 күнге жоспарланған. Көп комедияның арасынан даралана ала ма? Уақыт төреші.
Forbes басылымның мәліметінше, Қазақстанда жылына 250-ге тарта толық метр үлкен экранға жол тартады. Ал 1 миллион тұрғыны бар Саха мемлекетінің кинопрокатына 10-ға жуық қана туынды шығады. Тіпті олар ленталарының саны мен сапасын арттыру үшін қазіргі таңда заманауи киностудия салып жатыр. Және қазақстандық киногерлермен тәжірибе алмасу үшін Алматыда 7 күн Якутия кино күндерін өткізіп жатыр. Толығырақ Сымбат Сағындық айтып береді. Алматыда Якутия кино күндері басталды. Шара 15 мен 20 қыркүйек арасында өтеді. Түбі бір түркі тілдес халық болғандықтан және бауырластықты жалғастыру үшін Саха киногерлері Қазақстанды таңдаған. Фильм арадағы көрінбейтін байланысты нығайтудың ең оңтайлы жолы дейді мемлекеттік және ұлттық Саха киностудиясының жетекшісі. Мы знакомим якутское кино с казахским народом. Якут киносын қазақ халқына таныстырып жатырмыз. Осы 5 күнде 10 ленті көрермен назарына тегін ұсынылады. Саха киностудиясының өкілдері Алматыда фильм түсіруді жоспарлап отыр. Бізде боевиктер жоқ екен. Қазақстандық ленталардың сапасы өте жақсы. Тіпті қазақ фильмнің қалай жабдықталғанын көріп таңғалдық. Бәрі заманауи. Бізде де 2026 жылға қарай жаңа киностудия жұмысқа кіріседі. Қалап жасасақ деген ой бар дейді продюсер Надежда Дорожкина. У вас снимается действительно очень качественное кино. Сіздер расында сапалы кино түсіріп, актерлық құрамды да жақсы таңдай аласыздар. Операторлық жұмыс та жоғары деңгейде. Мемлекет тарапынан жасалатын қолдауды да айта кеткен жөн шығар. Шараға қолдау білдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитеті өкілдері де болды. 2024 жылы қазақстандық киногерлер Мәдениет күндерін Саха Республикасында атап өтуді жоспарлауда. Ал қандай фильмдердің көрсетілетіні әзірге белгісіз, сұрыпталу үстінде екен. Жалпы Саха Республикасының қазақ еліндегі, яғни Қазақстан Республикасындағы мәдениет күндері бойынша, жалпы екі елдің экономикалық мәдениеті бойынша, экономик әл-ақуаты бойынша осы бағытта үлкен бір келіссөздер жүргізген болады. Қазақ фильмбен Саха Республикасының арасында арнайы меморандум отырды. Якутияның Хаулоут қысқа метражды киносы Оскарға научный толық метрі Белый слон номинациясына ұсынылған. Қазақстандық актер Сануржан Сүлейменов Саха Республикасының киногерлерінен ұсынысты алған екен. Қазіргі таңда жоба бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Саха киносы өзінің әлемдік деңгейде өте жақсы көрсетіп жатыр. Соңғы қанша бір 5 жылдардың ішінде үлкен А класс, Б класс фестивальдерде жүлдеге ие болып жүр. Менің жақын достарым да сол киноларға түсіп жүр. Жиі келіп тұрады біздің фестивальдарға, Якутияның киногерлерімен әңгімелесеміз. Не отдаете по-хорошему. Бурак Өзчевит Алматыда. Көрермен көзайымына айналған түрік телехикаяларының жұлдызы. Танымал актер қазақстандық жанкүйерлерімен кездеспек. Ревью-ньюс дәл сол кешке 2 билет ойнатады. Бурак Өзчевитпен кездесу 29 қыркүйек күні Республика сарайында өтеді. Актер 2 сағатқа жоспарланған кеште фанаттармен әңгіме дүкен құрып өзінің қызықты оқиғаларымен бөліседі. Кешті Тәуекел Мүслім жүргізсе, не просто оркестр музыканттары Бурак сомдаған танымал телехикаялардың саундтректерін орындайды. Осы кешке 2 билет ұтып аларыңыз келсе, неше мен қойған сұраққа дұрыс жауап берулеріңіз қажет. Сонымен сұрақ. Ая Фанк Алматыға келген жылы үйсіз қалып, вокзалда неше күн түнеді? Вокзалда 1,5 күндей жаттым. Инстаграмдағы біздің ресми Ревью-ньюс парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қосылсам, келесі жүздескенше ағайын сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Байырова брендіне алғыс білдіреміз.